Опа. Ой, бәрекелді, тамаша. Студиямызда қонақ кәдесімен бастап жатқан меймандарымыз бар, қымбатты көрермендер. Ұйқыдан жаңа тұрып жатырсаңыздар, бір жақсы сергітер тамаша шығарма болды деп ойлаймыз. Ал енді қонақтарымызбен таныстырайық. Жаңа ғана бізге күй орындап берген Бақытжан Жұмағазиев деген ініміз және де Орал Данияр келіп отыр. Сонымен қатар нөмір 1 балалар музыка мектебінің оқытушысы Лида Есеналина. Қош келдіңіздер. Енді ортамыз толып отыр, оның үстіне керемет өздеріңіздің жетістіктеріңізді ала келіпсіздер. Біздің өңіріміздің мақтанышына айналып жақсы бір жетістіктен көрініпсіздер. Сондықтан елмен бірге қауыштырсақ, білсек, бөліссек деген ниетпен шақырып отырмыз. Лида ханым, өзіңіз айта кетсеңіз, бұл балдардың қандай жетістігі, міне кубокты көріп отырмыз, медальді көріп отырмыз. Қандай конкурстар, қашан болды, кімдер қатысты, қандай орын алдық? Саламатсыздар ма деп сәлемдесіп келгім келіп отыр. Біздер мына бірінші балалар музыка мектебінен келіп отырық. Кеше ғана желтоқсан айының 19 күні болған Алматы қаласында жүрегім, сырым бар жүрегімде атты балалар жасөспірімдер арасындағы республикалық байқауға барып қайттық. Орта топтан Даниярды апардым, кіші топтан Бақытжанды апарып келіп отырмын. Данияр үлкеннен бастайық, енді үлкені Данияр бірінші орынды орта топтан жеңіп алып, өзінің қуанышымен бізді бөлісті, қуантып отыр. Екінші Бақытжан кіші номинациясы бойынша кіші топтан шықты. Жаңа енді негізі домбыра аспабында балдар көп келеді. Басқа аспапқа қарағанда домбырадан балдар, ол бізге өзімізге қуантарлық жағдай. Мына қазақ баласының домбыра аспабында ойнауы, ол деген қанымызда бар шынымен де. Өзіміз қарап отырып қуанамыз. Кеше Алматыға барып келгеннің өзінде біраз балдар қатысып, енді мен өзім куә болдым. Ақтөбеден шыққан кезде жүрде отырған көрермендер, залда отырған Ақтөбеден балдар, өнерлі балдар екен, жақсы екен деп ойнап отқан ойындарына неғылып, өздерінің жаңағы нелерін айтып, ойларын айтып, мен өзімді қуандым. Ақтөбеден осындай балдарды апарып отырғаныма енді осындай қуанышпен келіп отырық, жүлделі орынмен. Енді бұл байқауды айтып өтетін болсам, бұл байқау балдық түрдегі болды. Жаңағы ең жоғарғы бал 10 деген бал болды. Қазір 5 әділ қазылар алқасы отырды. 10 деген балды көтерген кезімде 2 балама да өзім қуанышта болдым. Енді Бақытжан 50 ұпай жинады. Данияр орта топтан 48 ұпай жинап, сондай жүлде орындарға алып келіп отырық. Бәрекелді, құттықтаймыз. Енді міне домбыраны байқап отырмыз. Жалпы сіздің мектеп тағы да қандай салалар бойынша жұмыс жасайды? Біздің мектепте негізі 15 түрлі аспап бар. 15 түрлі жаңа айтып өтейін. Жаңадан енді бізде домбыра аспабынан басқа қобыз, өзіміздің қазақ ұлт аспаптар бөлімінде қобыз сияқты, шертер, сасырнай, жетіген, жаңаға дәстүрлі ән класы бар. Енді басқа да аспаптарға айтатын болсам, біздерде жаңаға вокал, академиялық эстрадалық түрі бар вокалдың. Баян, аккордеон, ол бұрыннан келе жатқан аспабымыз. Енді өзіміздің көптеген жаңағы аспаптар бар. 15 түрлі енді жаңағы жетерліктер аспапты мұғалімдер, ұстаздар жұмыс жасауда жоғары дәрежеде. Негізі біздің мектебіміздің ұстаздары өздері жас буын болса да, орта буын болса да, өздерінің еңбектерін балдарына беріп, оқушыларға осылай жақсы жоғары дәрежеде көрінуде. Балалардың қызығушылығы көбінесе қандай салаға келіп жатады? Балалардың қызығушылығы негізі қазіргі таңда домбыра ол
бірінші орында тұрады домбыра аспабына. Қазіргі таңда енді қобыз аспабына да көп келіп жатады, вокал аспабына, вокал несіне классына, жаңа эстрадалық түрде, академиялық жаңағы вокалға да барлығына да келіп жатады. Хабарласқан көрермен бар екен, сауалы болса тыңдай қалам. Саламатсыз ба? Қайырлы. Мен есімім Дина. Осы Ақтөбе қаласынан хабарласып отыр. Мына апайға сұрақ қойайын дедім ғой. Иә. Менің балам бар да, қазір 3 оқиды. Соны қатыстырса қалай болар екен мектебіңізге? Қандай аспап түріне қатыстырайын деп едіңіз? Домбыраға. Домбыраға. Рахмет. Енді жолдарын айтып кеттік, қай жерде орналасқан, қатысу үшін, баланы жазу үшін ақылы ма, қандай құжаттар керек? Телефон нөміріңізді Талаптарын айтсаңыз. Біздің мектептің негізі мына ақылы түрде, қандай аспап болса да, домбыра аспабына да ақылы 3000-нан жоғары. 3000-нан басталады? 3000-нан басталады, айына, иә. 3000-нан басталады, айына. Жаңа 3-ші класста деп айтып кетті, да? 3-ші классымыз, бұл қазір бала 9 жаста ма? Шамамен, иә. Шамамен 9 жаста. Енді алып келіп көрсін, біз қарайық, ол қазіргі таңда біздер балдарды қабылдаған кезде баланың қабілетіне, демек кез келген баланы қабылдай бермейсіз, кез келген баланы қабылдай бермейміз. Қазір келіп, қарап, көрсетіп, жаздай ертең деген бізде қабылдау несі болады, қабылдау емтиханы болады. Сол кезде келіп, жаңағы өзінің өтінішін жазып кетсе, осындай баламды қабылдауыңызды сұраймын деп, сол кезде мына несін жаңағы қабілетін тыңдап, қарап қабылдаймыз. Ән айтатын болса бала не болу керек, өзін ашық, негізді балдардың өзін біздер сондай қабілеттілігіне қараймыз. Әнді көп орындап, өзінің өзі көрсететін бала болса ғана қабылдап, жақсы сондай балдарды қабылдаймыз негізі мектебімізге. Түсінікті. Түсінікті. Енді оралайықшы, жаңағы Алматыда өтті дедіңіздер, бұл Ақтөбеден сіздер ғана бардыңыздар ма, басқа музыкалық мектептерден де балалар барды ма? Біздің Ақтөбеден ба? Біздің Ақтөбеден негізі біздің осы бірінші балалар музыка мектебінен 2 оқушымды алып бардым. Басқа мектептен келген өзім көрген жоқпын. Басқа өңірлерден, қай өңірлерден болды? Басқа өңірлерден жаңа Өскеменнен көптеген балдар келді. Қызылорданың өзінің балдары, дарынды балдар келді. Алматының өзінің оқушылары балдар қатысты, талапкерлер. Одан кейін жаңағы Қарағандыдан келді, Қарағанды облысынан келді, көптеген балдар қатысты. Бақытжан осы күймен жүлделі орын алды, ал Данияр ше? Мен Қазанғап атамыздың Бұрамбел Ақжелең күйін орындадым. Өзімді сахнада еркін ұстадым. Және де ол күйді мен жүрегім қалады. Өзің орындағың келді, Иә. Ұнай ма саған? Иә. Нәтиже жаман емес. Болашақта кім болғың келеді? Домбырашы, домбырадан береді. Мұғалім болғым келеді. Мұғалім болғың келеді. Өзің де осында кішкентай балаларды үйреткің келеді өскеннен кейін. Бәрекелді. Бәрекелді. Енді Лида апай, қарапайым қатардағы мектептерде білім беретін ордаларында музыка сабағы, мұрагер, елмай секілді бағдарламамен өтіп жатады. Сіздерде қандай бағдарламамен жұмыс жасайсыздар? Біздер негізі өзіміздің 7 жылдық бағдарламамыз бар, құрған. 1-ші класстан бастап 7-ші классқа дейін бағдарлама, халық күйлері беріледі. Біздер нотамен үйретілгеннен кейін нота сауаттылығына көп мән беріледі. Жаттығуымыз бар, этюдымыз бар, халық күйлері бар, халық әндері бар. Кіші топ, 1-ші класстан бастап біздер енді көбінесе халық әндері бар, халық күйлерінен беріледі. Ондай жаңағыдай бағдарламаны өзіміздің құрған бағдарламамыз бар. Бекітілген, білім ғылым министрлігінің бекітілуімен бекітілген бағдарламамыз бар, өзіміздің 7 жылдық толық бағдарламамыз бар. Сол бағдарламамен жұмыс жасаймыз. Бұл сіздің мектептің балалары 7-8 жыл оқу керек деп айтып жатырсыз, 7 жылға. Одан кейін осы сала бойынша өз жұмыстарын әрі жалғастыра ала ма оқуларын, яғни әлде көбісі басқа мамандық таңдап жатады ма? Мен өзім тәжірибем бойынша айтып кетейін. Мен өзім негізі осы мектепте 2001 жылдан бастап жұмыс жасап келе жатырмын. Алдыңғы өзімнің шәкірттерім қазіргі таңда бізден бітірген балдар Ахмет Жұбанов атындағы музыка колледжінің өзінің білімдерін жалғастырады. Ары қарай толық білімдерін Алматы қаласындағы Құрманғазы атындағы консерваторияға түсетіндер бар. Астана қаласындағы академияға, мәдени академия бар, қазіргі таңда университет болып шабыт, сондай неге жалғастырады, жоғары орындарды жалғастырады. Бізге хабарласқан
көрерменіміз бар екен. Тыңдап көрейік. Алло, қайырлы таң. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Есіміңіз? Есім Роза апа десе де болады. Мен мына Бақтияр мен Бақытжанға өмір жастары ұзақ болсын, дендеріне саулық берсін. Бәрекелді. Рахмет. Және Қояр сауалыңыз бар ма, апа? алған беттерінен атқа қарата қарайлап қайтпасын. Бәрекелді. Жеңістікке жете берсін. Сосын тағы бір сұрайтыным, айналайын Бақытжан, бүгін менің өте үлкен сендерге әже болады. Досымның туған күні еді. Бір кішкентай күйшет жібересің ба? Соны сұрайын деп едім. Даниярға берейік пе? Даниярға берейік енді. Иә, ендеше Бақытжан. Бір қысқа. Әр нұсқа бір. Қысқа бір туған күн деп жатыр енді. Көңіл көтеретін көңілді күй болса. Өзің қалағанын тарта ғой. Иә, өзің қалағыңды ойна. Қандай күй тартамыз? Құрманға. Құрманғазы. Балбырауын, иә? Айтаға. Балбырауын ба? Иә. Бәрекелді. Кеттік. Болды, бітіре ғой. Жақсы. Рахмет, енді саған сосын тыңдай жатырмыз. Біздің уақытымыз осымен тәмамдалып қалып жатыр. Сіздерге үлкен алғыс айтайық, келіп осылай уақыттарыңыз бөліп жатқандарыңызға. Жас өрендеріміз әлі де талай қуантады деген ойдамыз. Еңбектеріңіздің жемісін көре беріңіздер. Ал осымен біздің бағдарламамыз өз мәресіне таяп жетті. Күндеріңіз сәтті өтсін деген тілек айтқымыз келеді. Аптайын алып амандасқанша аман болыңыздар.